Сәлеметсіңдер ме балалар? Сендермен бірге шәкірт онлайн мектебі және де мен Салтанат апай. Бүгін біз бір тарауымызды толығымен аяқтап және де оны қорытындылау мақсатында өз-өзімізді тексереміз. Ең бірінші білу бөлімінен бастайық. Білу бөлімінде дәптеріңе баған түрінде жазып және оны есепте мен сендерге баған түрінде екі мысал көрсетейін, ал әрі қарай өздерің шығаратын боласыңдар. Мысалы, 430 көбейту 2, 430 көбейту 2-ні мен ондықтың астына жазсам болады. Себебі, кез келген санды 0-ге көбейтсек, 0 шығатынын білеміз. Ал қанки 0 астына түседі, 2 3-ім 6, 2 4-ім 8. Тамаша, енді бір бөлуді қарастырайық. Мысалы, 303 бөлу 3. 303 бөлу 3. Бірінші санына қараймыз. 3-ті 3-ке бөлгенде неше шығады? 1. Тексереміз. 1-ді 3-ке көбейтсек, 3. Азайтамыз 0. Енді біз 0-ді кез келген санға бөлсек, 0 шығатынын білеміз ғой. Яғни, мына ортасындағы 0-ді автоматты түрде мына жаққа күн деп белгілеп қояйын, тіркеп қойсақ болады. Әрі қарай 3-ті түсірем, 3-ті 3-ке бөлсем 1, 1-ді 3-ке көбейтсем 3. Сонда біздің 303-ті 3-ке бөлгенде 101 шығады. Тура осылай әрі қарай соңына дейін әдемілеп баған түрінде жаза қойыңдар. Келесі қолдану бөлімінде баған түрінде көбейту және бөлуді қолданасың. Ал кәнеке бірінші баған, мысалы 209 көбейту 3, қосу 636 бөлу 6. Ал енді амалдардың орындалу ретін еске түсірейік. Бірінші көбейту орындалады. Екінші амал бөлу орындалады. Және үшінші амал қосу орындалады. Осы реттілікпен астына, өрнектің астына баған түрінде шығара ғой. Әрі қарай талдау бөлімінде өрнектерді біз бір-бірімен салыстыратын боламыз. Яғни қосылғыштармен қосылғыштарды, өрнек пен өрнекті, яғни осы салыстырып, ең соңғы астына өрнектің мәнін жазамыз. Ал енді келесі жинақтау бөлімінде біз 3 амалдан тұратын есеп құрастыра аламын дейді. Ал кәнекей қысқаша жазылу бойынша есеп құрастыр және оны шығар дейді. Ал кәнекей 2 кемеде қанша адам екен? 220 адам екен. Ал 3 кемеде 303 адамнан екен. Бізде нені сұрап тұр? Қайсы кемеде артық, немесе қанша адам артық деп тұр. Ең бірінші 2 кеменің қанша болады? Әр қайсы 220 адамнан мәнін табамыз. Екінші 3 кемеде әр қайсында 330 адамнан. Ал енді біз қанша артық екенін табу үшін үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Үлкен санымыз 3 кемедегі адамдар саны. 2 кемедегі адамдар санынан не істейміз? Азайтамыз. 1, 2, 3 амалдан тұратын есеп құрастырдық және де оның шешуін жаздық. Әрі қарай мәнін өзің тауып, және де жауабын бере қой. Ал енді бағалау бөліміне келдік. Жазбаша бөлу алгоритмін дұрыс орындалғандығын тексеру керек.
Ең бірінші есептеулерді тексеру үшін бірінші өзіңнің дәптеріңе сол бөлуді орындап ал. Егер, мысалы, мәнінде болуы мүмкін, немесе керісінше мына бөліп жатқандағы бір-бірінің астына жазылатын кезде қате шығуы мүмкін. Соны тексеріп, және де қасына дұрыс, дұрыс емес деген екі домалақшаны боя. Міне, біз осы бөлімде 2-3 құрамды есептер, оларға сұрақ қою. Әсіресе мына неше есе артық, неше есе кем, нешеуі артық, нешеуі кем деген сияқты есептерді көп шығардық. Сонымен қатар біз бөлу және көбейту баған түрінде алгоритмдерді орындап, оны нөлге көбейткен жағдайда, керісінше нөлге санды бөлген жағдайда нөлді, есіңде болса, мен нөлді мынандай күн сияқты белгілетіп сендерге түсіндірген болатынмын. Сондықтан міне осындай есептерді, тапсырмаларды шығарып, біз бөлімімізді аяқтадық. Ал егер сен кейбір мысалы тапсырмаларды түсінбей қалған жағдайда, еш уайымдама. Менің алдыңғы сабақтарымды бір қайталап көрсең болады. Себебі мына онлайн оқудың, видеоның ерекшелігі де осында. Түсінікті ғой бәрі? Ал, тамаша. Келесі сабақта біз міндетті түрде жаңа тарау бастаймыз, және де онымен қоса қызықты, танымдық тақырыптармен танысатын боламыз. Келесі кездескенше сау болыңдар.